Қыздар, біз қазір сәбізден рулет жасаймыз. Морковный рулет дейміз. Енді оған мен қазір морковты терканың майда көзінен өткіздім. Мінекей, мына жерде бізде бір 400 грамм морков бар. Көрдіңіз бе міне? Бұның шикі морков, сәбіз, шикі сәбізіміз. Осылай теркадан өткізіп аламыз. Ендігіде 5 жұмыртқа, жұмыртқаның белогын отдельно, желтогын отдельно аламыз. Сливочный май, майдың разница жоқ, маған өзіме осы майды ұнайды, осыны алдым. Одан кейін укроп, петрушкамыз араласқан, 2 зубчик чесногымыз бар, көк пияз және соленый огурцы бар. Творожный сыр бар, сұйық майымыз, кішкене тұзымыз, ұнымыз және қара бұрышымыз бар. Енді біз мыналардың бәрін теркадан өткізіп аламыз майда көзден. Оған үшін біздің қазанымыз мінекей ысып жатыр. Бұл морковный рулетінде ешқандай қиындығы жоқ. Тек бәрін мұқият ретімен жасасаңыздар болды. Ол бірінші рет қателік кетіп жатса да одан қорқудың және тоқтатудың қажеті жоқ. Бірінші қателік, әр нәрсенің қателіктен сіздер бір үлкен сабақ аласыздар. Қатты жағын тастаймыз. Сәбізімізді өткізіп алды. Енді біз сұйық майды көп құймайсыздар. Где-то бір 2 столовый ложка ғана сұйық май жібересіздер. Сливочный май не себептен? Дәмді әдемі қылдырады. Көрдіңіздер ғой? Бір 20 граммдай ғана сливочный майды құямыз. 20 граммдай ғана жетеді бізге. Бұларымыздың бәрі дайын болғаннан кейін, майдың қатты суын күтудің қажет емес. Морковтың бәрін бөл салып аламыз. Ендігіде мұқият араластырып, бетін жауып қоямыз, жай отқа пісіріп аламыз. Бұл 7-8 минуттың ішінде піседі. Себебі өзінің де сөлі бар, согы. Сол арқылы піседі. Енді бұны бетін аламыз да жауып қоямыз. Бетін жауып қоямыз. Ендігіде біз қазір желток пен белокты отдельно аламыз. Жұмыртқамыздың белогы бөлек. Желтогы бөлек. Бұның әрқайсысын осылай бөліп алғаннан кейін бар, белокты обязательно тастай холодильникке салып қойыңыздар. Себебі мұздай болып тұрған, мұз екен деп қатырып жүрмеңіздер. Салқын болып тұрған белок миксермен жақсы араласады. Ручной миксер болса да болады, профессиональный кәдімгі үлкен миксермен де қолдансаңыздар болады. Мінекей. Біздің сәбізіміз пісті, қыздар, көрдіңіздер ғой? Сәбізіміз пісті. Енді бұны бір 15 минутқа суығанға қойып қоямыз сәбізді. Мына жерде огурцемізді соломкалап турап алдық, көк пиязды майдалап турап алдық. Мінекей, чесногымыз бар, укробымыз бар, қара бұрыш. Желтокты бөлек алып қойдық, қазір белокты айналдырамыз. Енді сәбізімізді 15 минутқа суығаннан кейін. Сәбіз міндетті түрде суы керек, қыздар, ыстықтай қолданбаңыздар. Мына даже сәбіздің қуырылғанның өзінде сливочный майдың иісі шығып тұр да, прям. Ол сливочный май не себептен? Тәтті қылады. Сол себептен сливочный майға. Енді тек май таппай жатсаңыздар, болмай жатқан жағдайда сұйық маймен де жасауға болады. Бірақ әрине әр нәрсенің өзінің құрамымен болған өте дұрыс деп есептеймін. Мінекей қойдық, енді бір 15 минутқа суығанға қойып қоямыз. Біздің сәбізіміз суығанша біз творожный сырды, 300 грамм творожный сыр кетеді бір рулетке. Творожный сырымызды майонезбен араластырып, начинкасын дайындай береміз.
оған где-то бір қасықтай ғана майонез саламыз. Не себептен? Жұмсақ болу үшін. Егер творожный сырымыз қою ғой бізде. Қою болып қалатын болса, біраздан кейін морковка жаққанда, рулетке жаққанда, уже рулетіміздің формасын құртады. Бетін қырып, былай айтқанда, жырта беретін болады. Жағылмай. А егер сұйық болатын болса, қатты сұйық қылмаңыздар, ол да болмайды. Себебі ағып кетеді, рулет қатты қоймайды. Кескенде формасын жоғалтады тағы да. Мінекей, қоюлығын көрдіңіздер ғой? Қандай? Міне. Бұдан артық сұйық болуға болмайды. Егер майонез жоқ болатын болса, кәдімгі магазинский қаймақтар бар, сол қаймақтардан да столовый ложкамен бір қасық салып жіберсеңіздер болады. Белок болса қараңғы. Мінекей біз холодильниктен алып шықтық. Тастай болып тұр. Тастай болған белок ол керемет көпірет деп айтсақ та болады. Енді бұны қосамыз. Әбден қою болғанша араластырамыз. Біздің белок дайын болды. Көрдіңіздер мұны? Қоюлығы қандай дәрежеге жетті. Бұл белогымызды енді аламыз. Содан кейін барып сәбізді араластырып қоямыз. Біз мінекей полный араластырып алдық. Көрдіңіздер ғой, сәбізбен белок қандай әдемі кетті. Енді пергаментті, Пакландтың пергаментін қолданам көбінесе. Пергаментті міндетті түрде майлап аласыздар, қыздар. Міндетті түрде майлап аласыздар. Біздің рулетіміздің әдемі шығуы белокпен ұнға байланысты. Оның да көп салып тастамаңыздар, себебі тура бисквит ұқсаған нанның тестосы ұқсап қалады. Енді бұны мұқият жақсылап листтің төрт бұрышына әдемелеп төсейміз. Көрдіңіздер ғой? 5 жұмыртқадан қандай рулет шықты. Бұл рулеттің өзі 4 тарелка турағанға жетеді. Егер тарелкаларыңыздың көлемі үлкен болатын болса, даже 7-ге жетеді. Духовканы 180 градусқа салып пісіреміз. Қатты ысып тұрған духовкаға салмаңыздар. Себебі біз ыстық духовкаға түскенде белок басылып қалады. Вот мына жерде қандай несі бар? Құпиясы. Менден көбінесе онлайн мастер-класста құпияны мынаны жасыру деген жоқ. Мен не бар, соның бәрін полный айтамын. Себебі бұл жерде әркімнің почтасы әртүрлі дейді. Бір рет шықпаса да, екінші рет шықпаса да, одан жасаудан мойынсұнбаңыздар. Үшінші, төртінші пісіргенде бұл міндетті түрде жаттыққан уақытта өзі әдемі болып піседі. Мінекей. Духовкамыз 180 градуста тұр. Смейк деген. Енді бір 7-8 минутқа қоямыз. Қыздар, біздің рулет уже дайын болды. Дайын болғанын қайдан білеміз? Егер сәл отты қатты болып кетті, үстінен басып көресіздер. Мінекей, көрдіңіздер ғой? Кәдімгідей бұлдырап тұрған жоқ уже. Енді бұны листтен алып шығарып аламыз. Иістің өзі қандай тамаша. Керемет. Мінекей, көрдіңіздер ма? Біз енді от кішкене қатты болып кетті. Онды не себептен салдым? Он міне кәдімгідей бисквит сияқты өзінің формасын әдемі келтіріп отыр. Егер онсыз салатын жағдай болатын болса, мынау сәбізіміз кәдімгідей былай қалай айтсам болады, іртік-іртік болып езіліп кетеді. Енді мынау суығанын күтеміз. Содан кейін барып творожный сырға кішкене чесногымызды саламыз. Бір зубчик чеснок жетеді. Творожный сырға араластырып. Мынау сәбіз ғой бізде. Чесноктың вкусы болған дұрысты, шпинатқа чесноктың салудың қажет емес. Көрдіңіздер ме? Чесноктың вкусы шыққан әдемі кетеді. Енді мынаны суығаннан кейін барып, морозилкаға 1 сағат салғаннан кейін барып жесеңіздер, мен айта алмаймын дәмін. Ең тамаша.
Бізде морковный рулетіміз суыды уже. Енді дайындап қойған творожный сырымызды мұқият жан-жағына әдемілеп жағамыз. Тегістеп, барлық жағы бірдей болу керек. Көрдіңіздер ғой, творожный сыр қатты сұйық та емес, қатты қою да емес. Біздің уже рулетімізді ешқандай жыртып, ештеңке болып жатқан жоқ. Ешқандай қате кетіп жатқан жоқ. Мінекей. Одан кейін тағы да айта кететінім, мына жаққа рулеттерді жаққанда творожный сырды мына жағына мұқият жағасыздар. Не себептен? Себебі оралғанда ең шеті жақсы пітеліп, жабысып қалу керек. Сонда біздің рулетіміз шашырамай әдемі болып шығады. Мінекей, барлығын тегістедік. Ендігіде одан кейін айта кететінім, морковный рулетке начинкасының арасына укроп қосып жіберсеңіздер де болады. Сонда сырта бір сары мен зеленый цвет аралас болды. Мына жерге мен кішкене ғана укроп септім. Одан кейін көк пиязды кішкене молырақ қылып себеміз. Себебі бұның дәмін көк пияз бен соленый огурцымыз келтіріп отырады. Көрдіңіздер ғой мен. Енді соленый огурцымызды тек қана ортасына жібереміз. Ол сіздердің қалауларыңыз. Егер көбірек қосамын дейтін болсаңыздар да, өздеріңіз білесіздер соленый огурцыды. Көрдіңіздер ғой мінекей. Бұны жақсылап ораймыз. Ораудың да өзінің бір әдісі бар. Көрдіңіздер ме, мына жағын аласыздар да, міне бұлай басасыздар. Жабысты ғой. Себебі не, қазір орағанға мұқият қараңыздар қыздар, не себептен жабыстырасыздар? Ортасы қуыс болып қалмас үшін. Тура алғанда бәрі әдемі болып кету үшін. Енді орадық па, орағаннан кейін міндетті түрде артқа қарай тартып отырамыз. Көрдіңіз ғой? Тағы да ораймыз, артқа қарай міндетті түрде тартып отырамыз. Қатқан осы екенде қатты басып тартпаңыздар. Себебі біздің морковный рулетіміз өте жұмсақ. Бұл жұмыртқаның белогымен піскен тағам ғой. Жаңа мен айта кеттім тағы да, мына жерге мұқият жақсылап жағыңыздар деп. Творожный сырды. Көрдіңіздер, міне енді жабысқанда, орағанда осылай жақсылап жабысады. Қараңыздар енді. Мінекей, жабысты. Қандай артық заттарын алып тастайсыз, көрдіңіздер ғой, жабысты. Бұны 1 сағаттай морозильникке қойып қоямыз. Қатты мұз қойып қатырудың керек емес. Қонақ келетінінің бір күн бұрын істеп қойсаңыздар да болады. Қонақ келетінінің алдында 1 сағат бұрын шығарып қойыңыздар. Себебі мұз болып тұратын болса, ортасында творожный сырдың бәрі іртік-іртік болып түседі. Көрдіңіздер ме? Бәрі бір келті болу үшін жақсылап қатты мыжбай осылай жайып жібереміз. Мінекей, біздің морковный рулетіміз дайын болды. Енді 1 сағатқа морозильникке қойып, турау әдісін көрсетеміз. Біздің морковный рулетіміз қараңыздаршы. Түсінің бәрі қандай, естественно әдемі түсіне сәбіз керемет бір сарғыш түсті берген. Бұның да бас жағын кесіп алып тастаймыз. Ендігіде мінекей соленый огурцымен, көк пиязбен дәм деген қандай керемет. Мінекей. Өздеріңіз көргенде ешқандай қиындық жоқ қыздар. 1 рет ошибка кетсе, одан өкінбеңіздер. 2 рет кетсе, одан өкінбеңіздер. 3 рет, 4 рет әйтеуір бір нәтижесі шығады. Осы рулеттердің дәмді керемет болуы мен 3 жыл, 4 жыл зерттеппін. Көрдіңіздер ғой мінекей. Сол зерттеуден ешқашан қорықпаңыздар. Мінекей қандай бір керемет түс пайда болды.